Yani salt dastürün, onun içinde dinin saqlap halkka dayaşık isteyip osuna ötkön uyum kurganını na biyilini 10 neçe yıl bolgan eкен. 13 yıl. Sonuçtan осы орайы пайдалана отырып Жеңісбек бауырыма, оның ұйымына шын жүректен барлығымыз бір жақсылап құттықтау жолдап қояйық. Оп, берекелді. Ал енді мына өткен бір екі жыл жалпы дүниежүзінде оның ішінде біздің елде қиын жағдай болды. Ал ағайындар бөлісіп отырыңыздар. Бүгін міне Улан Батыр қаласында қариялар наурыз мерекесі ел бірлігі ұйымдығы атынан жүріліп жатыр. Айтуға мүмкіндік болмады. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Ұлыс оң болып, ақ мол болып, әрқашан аман есен бола беріңіздер. Көп жақсылыққа, бақытқа кенеліңіздер деген жақсы тілекті білдіреміз. Әумин. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, жақсы тойлаңыздар. Рахмет сіздерге. Әумин. Бәрекелді рахмет, көп рахмет айтамыз. Салам алейкум. Наурыздарыңыз құтты болсын. Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Биылғы наурыз сіздерге ұнап жатыр ма? Мүктепке бір айта кетсеңіз бір ауыз. Мынау бүгін енді қариялар наурызы болып жатыр екен. Маған өте ұнап жатыр. Осылай қарияларымыз бір жерде отырғаны. Әумин. Әумин, рахмет. Әумин. Өткен еске алмай, алғарай жүріп нәрсені ұланда оқып деген тағы бар. Бір кезде алғаш біз мұсылман болған болған кезде тақта көз үсіп қалып, басы қосып, адамдарды тақта табыстырып, мұсылман енді өзімізге келіп жатқандығын жариялап жүрген кездерде ол әрқашан тұсында ғой. Сол кездерде осындай жиындарда, ол кезде ораза айт, құрбан айт, сонда әлі сол кезде болған. Бір ән болсын сізге барысыңыз бір қайт отырайық, көңілді видео болыңыздар. Сол кездерінде болғанда, мысалы, адамдар өздері қолдап, үйімізден дастархандарымызды алып кеп, мысалы, үлкен үстелгүлдің үстіндегі асхана залына, үлкен кинотеатрдың артындағы асхана залына, тағы да басқа сондай ұйымдық жерлерге жұмыс жүргіземіз. Ал бұны неге айттым дегенде мен, енді осы жағдайда, осы күндегі, мынандай жағдайда, қамтылатын орнында айтқан, діни ұғым өрсін кеңейтіп, дүниежүзінің саласына қатарлы жағдайда жұмыстарды, практик жұмыстарды, халыққа даяшылық отырған елбірлік ұйым басшысы Жеңісбек бастаған жастар және қазіргі осы жұмысты қолдап отырған өзіміздің азаматтарымыз осы бағыттарымызды қайталап айтқанда жақсы ұлыстарымыз оң болсын, еліміздің іргесі, еліміз тыныш болып, жұртымыз аман болсын. Әумин. Барлықтарымызға зор денсаулық тілеймін. Ой, рахмет. Жақсы бір ән болсын, барлығымыз бір қайтып отырайық, көңілді отырыңыздар. Bir kaydı oturumuzda kendi. Bir kaydı.
Ал біздің көрермен ағайындар бөлісе отырыңыздар. Тағы да көптеген адамдарымыз көрсін. Көптеген адамдарымыз куә болсын. Бөлісе отырыңыздар ағайындар.